Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Берке хан туралы, яғни Батый ханның өлгеннен кейінгі таққа талас. Әңгімемді бастамас бұрын каналыма жазылып, лайк бас, комментарий жазып, жан-жаққа таратып, үлкен қолдау жасасаңыз каналыма керемет болар еді. Алтын Ордада Батый өлгеннен кейін, яғни билікте түсініксіз пайда болады. Батый негізі барша Шыңғыс империясында үлкен беделді болғасын, ол орталықтағы ханмен тең дәрежеде сөйлесіп, үнемі мәселені өзі шешетін. Батый өлді, інісі Берке, басқа да ағайындылары жан-жақта пытыраңқы болып, орталықта ұлы хан Мөңке өзінің ықпалы мен билігін нығайта берді басқа ұлыстармен, әсіресе Жошы ұлысында. Батый өлгеп, оның орнына уақытша оның бәйбішесі Бергіжін және оның кәмелетке толмаған кіттай бала Өржін болды. Өржін жасы кіттай 6 ма 7 жастар шамасында болды. Сондықтан барша билікті Бергіжін бәйбішесінің қолында болды. Ол Алшын татардың тұқымы болып келеді. Алшын татарлар негізі Шыңғыс ханның әкесі Есугейді олар өлтірген. Шыңғыс хан Монғолия территориясындағы барша татарларды көзін жояды. Тек қана татарлардан Шыңғыс ханның екі әйелінің тума туысқандары аман қалады. Сосын осы Жошының ұлысында, яғни Батыйдың қайынжұрттары аман қалады. Кейін осы татарлар Алшын татардан кіші жүздің алшындар тарайды, яғни Байұлы мен Әлімұлының арғы аталары болып келеді. Батудың өлгенін естіген Құлағу Амударияны кесіп өтеді Иранды жаулау үшін. Бұл оқиға жайлы толық менің каналымда бар. Батыйдың өмірбаяны жайында, неге Амударияның жағасын кесе алмай тұрып қалған жайлы толық каналымда қарай аласыздар. Батыйдың өмірбаяны жайында 2 бөлімнен тұрады, толық қарап өтсеңіздер де болады. Ал осы сәт көп ұзамай Мөңке де өледі. Ұлы ханның орнына тағына талас тартыс болады. Мөңкенің інілері бірі Құбылай мен бірі оның ағасы Алға-Бұға арасында. Батыйдың кезінде 30 мың қол тасып кетеді. 3 гарнизон 10 мыңнан түменнен тұратын 3 түменнен Иранда. Соның бәрі амалсыздан Құлағуға бағынуға тура келеді. Осыдан бастап Шыңғыс империясында азаматтық соғыс бастала бастады. Яғни өзінің ұрпақтары, ұлыстар бір-бірімен соғыс бастайды ұлы ханның орнына тағына отыру үшін. Төленің ұрпақтары Алға-Бұға өзін Монғолияның, яғни Қарақорында өзін билеушісі орталық ұлы ханмын деп сайласа, ал Құбылай өзін Қытайдың билеушісі деп тағайындайды. Сол кезде Құлағу Иранды толығымен жаулай бастайды. Осы кезде Алтын Ордада Бергіжіннің ұлы Өржін қайтып, Бергіжін бәйбіше өзі қалады. Әйелді, яғни ол Шыңғыс ұрпағынан емес, әрі татардың ұрпағы, жергілікті ақсүйектер оны қолдамай, жағдай ушыға бастайды. Бұның бәрін естіген Берке ол кезде сарайшықтың билеушісі естіп Алтын Ордаға келеді. Бергіжін бәйбіше қорқа бастайды, яғни Берке бар билікті қолына алады. Қорыққаннан кімнен көмек сұрарын білмей Құлағуға хат жазады. Берке бүкіл ақсүйектердің болмаса да жартысы Беркені қолдап, оны билеушісі қылып, бірақ келісімге келеді. Берке өлгеннен кейін Батыйдың басқа ұрпағы таққа отырады деп. Жошы әулетінен Берке ең үлкені әрі беделдісі. Сондықтан көптеген ақсүйектер жайлы Беркені қолдай бастайды. Берке негізінен мұсылман, яғни Жошы ұрпағынан ең алғашқы мұсылмандық қабылдаған адам деп айтуға болады. Оның анасы Ханым Сұлтан Хорезмшахтың қызы, яғни Жалал-ад-Диннің апасы болып келеді. Кезінде Жалал-ад-Дин Шыңғыс, яғни Жошыдан қашып жүріп соғыс жүргенде хат жазған осы апасы Ханым Сұлтан: менің балаларым мұсылман дінге баулып жатырмын, яғни Құранды жатқа біледі. Бұлар сонша жабайы емес, келіссөздей барша территорияны екіге бөлеміз, келісуге болады деп жазған еді. Сол сәтте Құбылай жоспар құрып, Шағатай ұлысы мен сол кезде билеушісі Алғумен одақтас болып, екеуі келіседі. Жошы ұлысы әлсіз, билеушісі жоқ, бәйбішесі ешкім қолдамайды, әйел адамды ешқандай ақсүйектер мойындамайды оның билігін. Яғни Жошының ұлысын жаулап екіге бөліп аламыз. Шығыс жағын Шағатай әулетін, батыс жағын Құбылай алатын болып, яғни Құбылай әскерін Құлағуға береді. Сондықтан Құлағу мен Алғу бір уақытта соққы беру керек. Біреуі Кавказды айналып Еділдің жағасына дейін келсе, Еділге дейін Алғу мына шығыстан шығады деп. Бұл жоспарды Берке хан да біліп қалады. Яғни сол кездегі Ирандағы Құлағу әскер жинап 30 мың бұрынғы Батыйдың
адамдарын қыспаққа ала басқан кезде олар қашады. Бір 10 мыңы Кавказ арқылы Алтын Ордаға жетеді, бір 10 мыңы Кавказ арқылы қаша алмағасын, яғни Каирге дейін кетіп қалады. Ол кездегі мамлюктер бір 10 мыңы Афғанстанға кетіп қалады. Кейін оларды хазарлар деп айтады. Берке хан бұның толыққанды білгеннен кейін аспай-саспай бүкіл қол жинап, жан-жағына асүйектердің біріктіріп, яғни садағата білетін 12 жастан бастап бар еркек белді адамдардың бәрін жинайды. Жошы ұлысында сенер, арқа сүйер адамы қалмағанын түсінеді. Жан-жақтан, басқа ұлыстан өз күшіне сену керек екен. Әрі сол кезде бұны істеген орыстар, князьдіктер көтеріліске шығып атады. Яғни мынаяқтан Құлағу мен Алғу соққы берсе, біз көтерілсек Жошы ұлысынан бұрынғыдай тәуелді болмаймыз деп. Бірақ сол кезде Алғу шығып үлгермейді. Құбылаймен қырылып ұлы ханның тағына таласып жүрген ағасы Алғабыға Шағатай әулетіндегі Алғуға тұтқиылдан шабуыл жасап, Алғу ұтылып қалады Алғабыдан. Кейін тек қана Құлағу Ираннан қол жинап, Құбылайдың жіберген әскермен бірге Терек өзенінде үлкен шайқас болады Берке Жошының ұлысымен. Сол кезде екі жақтан да әскер қатты қырылып, Берке шақ деп сенеді. Беркенің бір сөзі бар. Сол кезде Құлағудың сонша ақмақтығы сонша, мына көптеген адам қырылмай екеуміз біріккенде әлемді жаулар едік деген. Берке 2-3 жылдай ешқандай ұлыспен қарым-қатынас болмай жалғыз саясат жүргізеді. Мұсылман бұғасын жан-жақтағы мұсылмандар елдерімен байланыс орналастыруға тырысады. Сол кезде негізі мамлюктер елінде Құтыз еді. Құтыз негізі екеуі де бөлек болып келеді. Өйткені оның Құтыздың анасы Хорезм шахтың бір қызының баласы болып келеді. Берке де Хорезм шахтың үлкен қызының баласы. Бірақ екеуінің арасында дипломатиялық байланыс орналасмай, оны Құтыздың орнына келген бейбарыспен арақатынастары жақсы болады. Құлағуды жеңгеннен кейін орыс князьдіктерін қайттан тыныштандыруға жорық жасайды. Жошы ұлысын бекіндіріп, алауыздықтарын бәрін тоқтатады. Бергөжін бәйбішенің хатын тауып алғаннан кейін оны жазалап, қапшыққа салып, тұншықтырып өлтіреді, суға салып. Жошы ұлысында тыныштық орнап, Берке хан барлық ақсүйектерді өзінің ықпалына, билігіне көндіріп, тұрақтылық орнайды. Өзінің уәде еткендей негізі Берке хан болмайды, тек билеуші шешімде. Берке өлгеннен кейін оның орнына Меңгі Темір келеді, Бату ханның ұлы. Негізі Берке хан жалпы Жошы ұлысын өзінің тәуелсіздік алуына, тәуелсіз саясат жүргізіп, орталық ханға бағынбауға үлкен әсерін ет, соны дайындап кетеді. Кейін 1259 жылы талас құрылтайы болады. Сонда басқа ұлыстар жиналып, яғни ол кезде Құбылай өзінің ағасы Алғабыған жеңген болады. Сондықтан ол Қытайда отырып өзін барша ұлы хан деп сайлайды. Бірақ басқа ұлыстағылар онымен аталарының заңы бойынша көшіп қонып жүрген жоқ. Қытайдың қаласында отырып алып билегісі келеді деп мойындамай, бәрі өздерінің ұлыстарын тәуелсіз деп жариялайды. Талас өзенінде қазіргі Қырғызстан территориясында. Сондықтан 1259 жылдан бастап Алтын Орданың тәуелсіз өзінің тарихы басталып, жақында келіспей, яғни ол біздің елде 750 жылдық аталып өтті. Содан бастап Алтын Орда өзін дербес ел деп, ұлыс деп санады. Осымен ағайын жалпы Шыңғыс империясы және оның хандары мен билеушілер жайлы ұзақ видеолар шығады. Қолдап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазып кетсеңіздер, көбісі негізі каналыма жазылмай қарайды. Жазылсаңыз үлкен бір үлес қосар едіңіздер, әрі уақытлы қанда видеоны біліп отырасыздар. Ол үшін қоңырауды басып жіберіңіздер, үлкен қолдау жасап, жан-жаққа таратсаңыздар керемет болар. Дамуыма толық тыңдағандарыңызға көп рахмет.